Самуд кавмымен болгон окуядан кийин бир чама убакыт өтүп, Аллахтын туура жолунан ауыткуу кайтадан башталды. Шайтан оларды жаңа тәсилдери менен азгыра баштады. Күпүрлүк Палестина, Арабистан жерлеринде, Ирак жана Мысыр элдерине тарады. Содан Алла Тағала тагы бир пайгамбарды жиберди. Ол пайгамбардын ичиндеги пайгамбарыбыздан кийинки эң абзалы әрі элчилердин улуу бестигинин ичине кирген пайгамбарлардын атасы Ибрахим ибн Тарих еді. Оның әкесін Азар деп те атаган. Ибрахимнин кыссасы Куранда 73 жерде 25 сүрөдө баян этилген. Ибрахим Нохтун уулу Самдын урпагынан тарайды. Ол Ирактын солтүстүгүндөгү казырге дейин белгилүү Бабыл каласында өмүр сүрдү. Бабыл өтө үлкен әрі өркениетті ел болғанымен, онда путка табынушылык көбейген еді. Алла Тағала Құранда Ибрахим, шын мәнінде сендер дүние тіршілігінде өз ара достық үшін Аллахтан өзге путтар жасап алдыңдар деді. Сол уақытта ол әкесі мен еліне, мына сендер шоқынған мүсіндер не деді. Олар біз ата бабамызды осыған сыйынған түрде таптық деді. Мұхаммед оларға Ибрахимнің қиссасын баян етті. Сол уақытта ол әкесі мен еліне, сендер не нәрсеге табынасыңдар деді. Олар пұттарға табынамыз, әрі олардан жабысып айырылмаймыз деді. Ибрахим, олар шақырғандарыңда ести ме, немесе олар сендерге пайда не зиян келтіре алама деді. Жоқ, ата бабаларымызды осылай істеген түрде таптық деді, деп айтқан. Демек олар пұтқа табынушылықты ата бабаларынан мұра етіп алған қауым еді. Сонда Ибрахим, адам неге Тәңірге сыйнады? Ол оған мұқтаж болғанда тілеген дұғасын қабыл алып, қажетін өтеу үшін құлшылық жасайды. Ақиқаттан ұсқап, тура жолға бағыттау үшін табынады. Сондай-ақ оған пайда беріп, зиян зарардан қорғау үшін ғибадат етеді. Ал мына пұттар естімейді, пайда да зиянда келтірмейді. Сендер оларға қалайша табынасыңдар, деп түсіндіре бастады. Бірақ соқыр еліктеушілік пен адамзат санасының бірдеңеге қатып қалатын мешелдігі оларды осылай етіп қойған еді. Ибрахим сонда да табандылық танытып, оларды ақиқатқа шақыруын жалғастырды. Ол дағуатын өз әкесінен бастады. Бұл туралы Құранда Алла Тағала, Мұхаммед, кітаптағы Ибрахимді есіңе ал. Расында ол шыншыл пайғамбар еді. Сол уақытта әкесіне, ей әкетайым, естімес көрмес сондай-ақ өзіңе бір пайдасы жоқ нәрсеге неге табынасың? Ей әкетайым, расында маған саған келмеген бір білім келді. Сондықтан маған ілес. Сені тура жолға салайын. Ей әкетайым, шайтанға сыйынба. Өйткені шайтан Ар-Рахманға Аллахқа қарсы болған. Ей әкетайым, сені Ар-Рахман тараптан азап қолға алып, шайтанға дос болып қалуыңнан қорқамын деді. Сонда әкесі, ей Ибрахим, сен тәңірлерімнен бет бұрасың ба? Егер мұны қоймасаң, әрине сені таспен атамын. Сондай-ақ өзің менен аулақ бол деді деген. Бірақ Ибрахим мейірбандық пен жанашырлық сезімімен әкесіне, саған амандық болсын, сені Раббымның кешіруін тілеймін, өйткені ол маған өте қамқор деді. Ол әкесіне Аллахтан кешірім тілеуге уәде етті. Абу Хурайра радиаллаху анху жеткізген хадисте пайғамбарымыз қиямет күні Ибрахим әкесі Азарды кездестіреді. Азардың жүзі қарайып шаң басқан болады. Ибрахим оған, маған қарсы келме деп айтпап па едім саған дейді. Әкесі, енді бүгін саған қарсы келмеймін дейді. Ибрахим, уа Раббым, расында сен қайта тірілер күні мені қорламауға уәде бергенсің. Енді алыстатылған әкемнен асқан қандай қорлық бар дейді. Алла Тағала, расында мен жәннатты кәпірлерге харам еткенмін дейді. Сосын, ей Ибрахим, екі аяғының астындағы не делінеді? Ибрахим қараса, қанға бөккен қорқау жатыр екен. Оның аяқтарынан ұстап тозаққа лақтырылады деген. Дегенмен Ибрахим әкесінің Аллахқа анық дұшпан екенін білген болса, әлбетте одан бойына аулақ салған болар еді. Және солай болды да Алла Тағала Ибрахимнің әкесі үшін кешірім тілеу оған берген бір уәде бойынша ғана еді. Өзіне оның Аллахтың дұшпаны екені білінген кезде одан бойына аулақ салды. Расында Ибрахим жалбарынғыш әрі жұмсақ еді деп айтқан. Сонымен Ибрахим олардан алшақтап, Аллахтан өзге табынғандарыңнан да безіп, Раббыма жалбарынамын. Ал Раббыма жалбарынумен бақытсыз болмауымды үміт етемін деді.
Ибрахим енді не істеу керектігі жайлы ойланды және жамандықтың тамырын жоюды қалады. Ал жамандықтың негізі сол пұттарда болатын. Ол пұттарды сындыратынын айтып ескерту жасап, Аллахпен ант етемін, әлбетте сендер бұрылып кеткеннен кейін пұттарыңа айлы амал істеймін деді. Ол бұл сөзді ашық айтты. Шын мәнінде де ол пұттардың алдында ешкім болмайтын бір күнді күтіп жүрді. Бірақ бұл пұттардың алдынан адам үзілмейтін. Өйткені адамдар ас ауқат әкеліп, олардың жанында қалдыратында, біраз уақыт өткен соң оны алып, тәңірлердің берекесі дарыды деп жейтін еді. Ибрахимнің ойына алған ісінің сәті мереке күні түсті. Бұл күні олардың барлығы қаланың сыртына шығып, мерекелерін тойлайтын. Сонда ойнап күліп, көңіл көтеретін және кешке келіп жеу үшін тағамдарын пұттардың алдына тастап кететін. Сол күні адамдар мерекеге шығуға әзірленген уақытта Ибрахим үйде қалды. Адамдар оған келіп, саған не болды деп сұрады. Сонда ол, мен жұлдыздарға қараған болатынмын. Бүгін өзімнің ауратынымды білдім деді. Сөйтіп Ибрахим барлық пұттарды сындырды. Тек олардың ішінен ең үлкенін қалдырды және оның желкесіне балтасын қойып, сол күйінде оларды тастап шығып кетті. Адамдар қайтып оралған уақытта пұттарының сындырылғанын көріп, мұны тәңірлерімізге кім істеді? Ол анық залым екен десті. Сонда кейбір адамдар Ибрахим деп аталатын бір жігіттің оларды айыптап жүргенін естіген едік деді. Олар, адамдар куә болу үшін оны олардың көз алдына әкеліңдер деді. Сонымен Ибрахимді адамдарға алып келіп, тергей бастады. Пайғамбардың да қалағаны осы еді. Олар, ей Ибрахим, құдайларымызға мұны сен істедің бе деді. Ибрахим, жоқ, мұны олардың мына үлкені істеді. Егер сөйлей алатын болса, өздерінен сұраңдар деді. Олар өзара ойға келіп, қалай тәңірлерді сындырады? Қалайша ол тәңір бола тұра сөйлемейді? Балта оның желкесінде ғой, мүмкін сол бәрін сындырған шығар деп дал болды. Сөйтіп, олар өздеріне бұрылып, өздерін кінәлап, негізінде бұларды қараусыз қалдырған, өздерің әділетсізсіңдер деді. Бірақ олар анық дәлелдер мен айғақтарды көре тұра иман келтірмеді. Сосын бастары салбырап, расында бұлардың сөйлемейтінін білесің ғой деді. Ибрахим, онда сендер Аллахты қойып, өздеріңе ешбір пайда да зиянда келтіре алмайтын нәрсеге табынасыңдар ма? Сендерге және Аллахтан өзге табынғандарыңа ақылға салып ойланбайсыңдар ма деді. Қолмен жонып алғандарыңа табынасыңдар ма? Аллах сендерді де жасаған нәрселеріңді де жаратқан деді. Яғни сендер өздерің жасаған нәрсеге табынасыңдар да, сендерді жаратқан Аллахты мойындамайсыңдар. Бірақ олар быт-шыты шыққан бұт тәңірлеріндегі анық айғақты көре тұра, ақиқатты мойындамай, Ибрахим пайғамбарды отқа тастамақшы болды. Іс жүзінде де солай істеді. Құрғақ алаңқайдан бір үлкен шұқыр әзірлеп, оны таспен қоршады. Және барлық адамдарға сол жерге ағаш жинауға атсалысуды бұйырды. Адамдар, тіпті әйелдер мен жас балалар да ағаш таси бастады. Отын бір үйдей болды. Сосын отты жағып, тас атқыш алып келді. Ибрахимді тас атқыштың оқпанына отырғызып, отқа қарата атты. Сонда Ибрахим, Аллах бізге жеткілікті, ол қандай жақсы уәкіл деді. Бұл жапа шеккен мұқтаж адамның дұғасы еді. Ибн Аббас радиаллаху анху жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Аллах бізге жеткілікті, ол қандай жақсы уәкіл, мұны Ибрахим отқа тасталғанда айтқан деген. Сондай-ақ басқа да әлсіз хабарлар бар. Ибрахим отқа лақтырылғанда, оған ауада Жабрил алейхиссалам келіп, ей Ибрахим, қажеттілігің бар ма дейді. Сонда ол, саған жоқ дейді, яғни қажеттілігім саған емес Аллахқа деген еді. Тағы бір риуаятта жаңбыр періштесі, қашан бұйрық алсам жаңбыр жаудырамын деген деп айтылған. Ал Аллахтың әмірі бәрінен де жылдам болды. Құдірет иесі, ей от, Ибрахимге салқын зиянсыз бол дедік деп айтқан. Ибрахим отқа түскен кезде Алла Тағала оған отты салқын етті. Ибн Аббас радиаллаху анху, егер Аллах Ибрахимге зиянсыз бол деп айтпағанда, оған оттың салқыны зиян қылар еді деген. Ибрахим пайғамбар отқа лақтырылған кезде жер бетіндегі бүкіл жан-жануар, жәндіктер отты сөндірмек болды. Тек кесіртке ғана отты өршіту үшін оны үрлеген.
Сондықтан Умму Шариктен радиаллаху анху жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол Ибрахимге от үрлеген деп кесірткені өлтіруге бұйырған. Сонымен Ибрахим оттың ішіне түсті. Өрт ол байланған жіпті ғана жандырды. Адамдар бұл көріністі бақылап отырды. От жанып күлге айналды. Кенет олар оттың ортасында рахатқа бөленіп отырған Ибрахимді көрді. Кейіннен ол ешбір күндер мен түндерді от ішінде болғаннан жағымды өмір кешпедім. Өмірім мен тіршілігімнің барлығы сондағыдай болса деп тілеймін деген. Адамдар мұны көріп таңғалысты. Олар сондай ұлы кереметтің куәсі болды. Сөйтіп Ибрахим оттан бір жері де күйместен сау сәлемет шықты. Алайда оған Лоттан басқа ешкім иман келтірмеді. Мұны көрген Ибрахим олардан мүлдем үмітін үзді. Пұттары сынды, және олардың көз алдында ұлы мұғжиза көрініс тапты. Одан артық не керек? Сол кезде барып, ол өз отанынан кетуге байлам жасады. Намрод патша. Бұл хабарлар сол уақытта Бабылды билеп тұрған Намрод деген патшаға жетті. Ол оны маған алып келіңдер деді. Ибрахим алдына келген кезде ол одан Раббысы туралы сұрай бастады. Бұл туралы Алла Тағала Құранда Мұхаммед өзіңе Аллах патшалық бергеніне паңданып, Ибрахим мен Раббысы жайында таласқанды көрмедің бе деген. Намрод сол кездегі бүкіл жер жүзіне үкімін жүргізіп тұрған патша еді. Бір деректе әлемді түгелге жуық билеген 4 үлкен патша болған. Олардың екеуі мүмін, Сүлеймен және Зұлқарнайын. Ал екеуі кәпір, Намрод пен Бұқтынсар деп айтылған. Ибрахим оған Раббым өлтіреді және тірілтеді деді. Сол уақытта Намрод абақтыдан өлім жазасына кесілген 2 кісіні алып келуді бұйырды. Ол екеуінің бірін өлтіріп, бірін босатты да, мен де өлтіремін және тірілтемін деді. Ибрахим бұл жерде мұндай тар ойлауның шеңберінің аясында емес, ол негізгі өмір мен өлім турасында айтқан болатын. Сонда ол бұдан да күшті, бұл тартпайтын дәлел ұсынып, расында Аллах күнді шығыстан келтіреді, сен оны батыстан келтірші деді. Сонда кәпір сасып қалды. Аллах залым елді тура жолға салмайды. Бірақ ол Ибрахимнің оттан аман қалғанын біліп, оған қарсы шығуға бата алмай, біздің арамыздан кет деді. Сөйтіп Ибрахим Иракты тастап шығып, Шам еліне бет алды. Ибрахим Харран жерінде. Ол Сириядағы Харран деген жерге барды. Бұл кезде ол немере ағасының қызы Сарраға үйленген болатын. Сонымен оған Лот иман келтірді. Ибрахим: мен Раббым үшін қоныс аударамын. Ақиқатында ол аса үсте өте дана деді. Алла Тағала оны мен Лотты құтқарып, әлемдер үшін мүбәрак болған жерге жеткіздік дейді. Олар Харранға келіп, сол жерге қоныс тепті, және сол елді Алла жолына шақыра бастады. Харрандықтар жұлдыздарға табынатын еді. Ибрахим оларға жұлдыздарға сыйынудың бекер екендігін ескерткісі келді. Алла Тағала оған жұлдыздар мен ғаламшарлардың сырларын және көктер мен жердің кереметтерін ашты. Кейбір адамдар Ибрахимді жұлдыздарға табынған, кейін Аллах оны тура жолға бағыттады деген негізсіз пікірлер айтады. Бұл үлкен қателік. Көктер мен жердегі құпия сырларды анық көрген адам оларды жаратқан Аллахтан өзгеге сыйынамы? Сонымен Ибрахим харрандықтарға ақиқатты көрсету үшін олармен сөз таластырды. Алла Тағала бұл жайлы: түн қараңғыланған кезде Ибрахим бір аспан денесін ғаламшарды көріп, міне осы менің Раббым деді. Ол батқан кезде бататындарды жақсы көрмеймін деді. Шығып келе жатқан айды көргенде осы менің Раббым деді. Ол батқанда егер Раббым мені тура жолға салмаса, әрине мен де адасқан елден болар едім деді. Шығып келе жатқан күнді көргенде осы менің Раббым, ол үлкенірек деді. Ол батқан кезде: уа елім, мен сендердің серік етіп қосуларыңа қатысым жоқ. Ақиқатында мен жүзімді аспандар мен жерді жаратқанға бір жолата бұрдым, әрі мен серік қосушылардан емеспін деді. Сөйтіп елі онымен тартысқа түсті. Ол: сендер мені тура жолға салған Аллах жайында тартысасыңдар ма? Мен сендердің оған серік етіп қосқан нәрселеріңнен қорықпаймын. Тек Раббым бір нәрсені қаласа, сол болады. Раббымның білімі әрбір нәрсені қамтыған. Осыны ескерсеңдер қайтеді. Сендердің серік етіп қосқан нәрселеріңнен қалайша қорқамын.
Аллах ешбір дәлел түсірмеген нәрсені сендер оған серік етіп қосуға қорықпасаңдар деді. Егер білген болсаңдар, екі топтың қайсысы амандыққа көбірек құқылы? Сондай иман келтірген және имандарына әділетсіздікті серік қосуды араластырмағандарға амандық бар, әрі олар тура жолдағылар. Бұл біздің Ибрахимге берген оның қауымына қарсы дәлеліміз. Біз қалағанымызды дәрежелерде көтереміз. Ақиқатында сенің Раббың өте дана, білуші деп айтқан. Бірақ мұнда да адамдар оған қарсы келіп, ешкім иманға келмеді. Сонда Ибрахим екінші рет қоныс аударуға шешім қабылдады. Ибрахим Мысыр жерінде. Ол бұл жолы Мысырға келді. Сонда сол елдің патшасына бір әдемі әйел мен әлде бір кісінің келгендігі туралы хабар жетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жер бетінде Хауаны есептемегенде Саррадан әдемі әйел жаратылмаған деген. Патша қызығып сол әйелді алып келуге әскер жіберді. Әскеріне онымен бірге жүрген кісіден ол әйелге кім болатынын біліңдер. Егер күйеуі болса оны өлтіріңдер деп тапсырды. Олар Ибрахимге келіп, бұл саған кім болады деп сұрады. Ол қарындасым деп жауап берді. Сосын Ибрахим Сараға, егер сенен сұраса менің қарындасым екеніңді айт. Аллахпен ант етем, бүгінде жер бетінде ерлі зайыптылардан сені мен менен басқа ешқандай мумин жоқ деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Ибрахим 3 рет өтірік айтқан, олардың бәрі де Алла үшін деген. Сөйтіп олар Сараны патшаға алып кетті. Арам ойын іске асырмақ болған залым Сараға қолын соза бергенде, Сара Аллахқа жалбарынып, жәрдем сұрап, Аллахым, егер саған және пайғамбарларыңа иман келтірген болсам, және күйеуімнен басқадан ар намысымды сақтаған болсам, мені мына кәбірден құтқар деп дұға қылады. Сол кезде әлгі залымның қолы қатып, семіп ешқандай әрекетке келмеді. Қатты қорқып, зере құты қалмаған патша Сараға жалынып, өзін босатуын сұрады. Босатпайын десе залым патша адамдарына өзін өлтіруді бұйрама деп қауіптеніп, Аллахқа оны босатуын сұрап дұға қылды. Ол босады. Патша аңтарылып, мүмкін бұл шайтанның ісі шығар деп екінші рет Сараға қолын созды. Сара қайта дұға қылғанда патшаның қолы тағы да қатып қалды. Залым үшінші рет әрекет жасағанда Сара қайта дұға қылып патшаның қолы семіп, алғашқысынан да бетер болды. Сол кезде ғана патша ынсапқа келіп Сараға, осы жолы мені босатсаң, өзіңе лайықты сый құрмет көрсетемін деп қайта жалынады. Өз басына қатер төнуінен қорыққан Сара Алла тағалаға дұға қылып, оны босатуын сұрағанда патшаның қолы қалпына келеді. Ақмақ залым патша Сараға жұмсаған жасақтарын шақырып, сендер маған кімді кіргізгесіңдер? Бұл адам емес, шайтан ғой, оны сыртқа шығарыңдар деп айқайлайды. Патша сөзінде тұрып, Сараны босатып, оған сый құрмет көрсетіп, тарту таралғы жасап, оған қоса тағы бір сұлу күңді қосып береді. Оның аты Ажар еді. Бұл Мысыр патшасының Сараға жасаған сыйы болды. Тарту таралғыларымен жанына күңді ертіп, Сара қайтып келгенше Ибрахим Аллахтан әйелінің құтқарылуын сұрап, жәрдем тілеп ғибадат етумен болды. Сара оған, Аллах кәпірдің тұзағын қайтарды деді. Осылай Аллахтың сынағының соңы Сараның абыроймен күйеуіне оралуымен бітті. Содан кейін Ибрахим Мысырды тастап, Палестинаға бет алды. Ибрахим Палестина жерінде. Палестинаға келіп қоныс тепкен соң, оған Лот келді. Ибрахим оған Садум деген жердегі өте бұзық, күнәкар бір елге барып, оларды Аллахтың жолына шақыруды бұйырды. Сондай-ақ ол ел Әл-Мутафика деп те аталатын. Сөйтіп Лот Садумға жүріп кетті. Ал Ибрахим, Сара және оның күңі Ажар Палестинада қалды. Ибрахим сонда өмір сүріп, адамдарды Аллахқа дағуат етіп, саудамен айналысты. Ол әжептәуір мал дүниелі болды. Бірақ әйелі Сара өзінің бала көтермейтінін түсінді. Ал Ибрахим балалы болуды қалайтын. Сонда Сара оған Ажарды қосты. Сөйтіп Ажар Исмайылды дүниеге әкелді. Бұл уақытта Ибрахим 86-ға шыққан еді. Сараның жүрегінде әйелге тән табиғатпен қызғаныш туды. Ол Ибрахимге, біз екеумізді бір жерде ұстама деді. Бұл жайында Сара Ажарға зияндық әрекет жасамақ болған деген негізсіз әңгімелер айтылады. Бұлардың шындыққа ешқандай қатысы жоқ. Дегенмен арада қызғаныштың болғаны рас. Сара имандылығына жоғары дәрежесіне және абыройына қарамастан,
Ажарга катысты кызганыч сезимине берилди. Мындай жагдай пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам айелдеринин арасында да орун алган. Сондуктан бул айелдерге тен табигый кубулус. Ибрахим да муну сезип, Ажар экөөүн бөлектөөгө ден койду. Бүгүнкү чыгарылымды осы жерден аяктайык. Келесі чыгарылымда да Ибрахим пайгамбар жайлы курбандык окуйгасы, Исхактын дүнүйөгө келүү деген сыяктуу такыптар айтылатын болот. Келесі чыгарылымда кездескенче сау болуңуздар.